жасөспірімдерге жасалған қылмыстар, оларға қатысты жасалған қылмыстардың орын алуы қайғылы жағдайларға алып келді. Қазіргі таңда әрбір адамның өмірінде толыққанды тұлға болып қалыптасуында құқықтық тәрбиенің алынуы ерекше. Осы мақсатта облыстық білім денсаулық сақтау басқармаларымен бірлескен 24-25 жылдарға арналған құқық бұзушылық, буллинг, есірткі, лудомания, вейп, темекі, интернетке тәуелділіктерін алдын алу бағытталған іс-шаралар жоспары жасалып жүзеге асырылуда. Оқушылар мен студенттердің құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында мемлекеттік және мемлекеттік емес қоғамдық ұйымдармен бірлескен жұмыстар ұйымдастырылуда. Кәмелетке толмағандарға қарсы және олармен жасалған қылмыстар, алкоголь, есірткі зияны, ата-ананың бала тәрбиесіндегі жасөспірімнің заң алдындағы жауапкершіліктері туралы дөңгелек үстелмен сұхбаттар өткізілді. Осы жыл